أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والطيبين والطاهرين ومن دعا بدعوتهم وسار على نهجهم وهديهم إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Құрметті жамағат, мешітке басып келген қадамдарыңызға Алла тағала үлкен сауаптан жазсын. Мінекей араларыңыздан қарап отырмын, жас үлкен кісілер көп екен. Осы жастармен бірге уақыттарыңызды ескере отырып, күш-қуаттарыңызды ескере отырып, отбасылық, бала-шаға мәселелерін барлығын ескере отырып, қазіргі таңда мына дүниенің қызығына беріліп кетпей, бір Алланың разылығын көздеп, осылай мешітке келіп, дәріс алып отырған баршаңызға Алла тағала сауап жазсын. Бұл дегеніміз нағыз мұсылман баласының, нағыз ислам шариғатының сипаты болып табылады. Оны баршаңыз тарихтан білесіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Мәдинаға көш жасап, яғни хижрет жасап, кейін сол ең алғашқы мешітті тұрғызып, Құба мешіті білесіздер. Сол Құба мешітінің бір жақ жанынан екі намаздың арасында демалып отыратын, көлеңкелеп отыратын жер жасаған болатын. Сол екі намаздың арасында сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның артынан ерген ардақты сахабалары екі намаздың арасында сол жерде тынығып, кейін ол жер дәріс ортасына айналған болатын. Сосын сол жерде жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан дәріс алған сахабаларды асхабу суф деп атаған, оны білесіздер. Суф, яғни жаңағы сопылық деп айтып жатамыз ғой, сол сөздермен байланысты. Сапқа берік болған, немесе таза болған деген жақсы көптеген бірнеше мағыналар бар. Сол секілді иншалла ойлаймын, мүмкін болашақта осы еліміздің, жеріміздің, ислам үмметінің атақ даңқын шығаратын, осы ислам шариғатының жағы білім деңгейін көтеретін, хақ тағаланы дұрыс танытатын, пайғамбарымыз алейхиссаламның жаңағы тура жолын дұрыс көрсететін, ілім үйрететін, елімізге, жерімізге еңбегін тигізетін бәлкім болашақ ғұлама ғалымдарды арамызда отқан шығар. Кім білет, кешегі бүгін таңда өздеріңіз қызығып жүрген Нұрсұлтан ұстаз, мысалы Арман ұстаз, Ерсін ұстаз, барлығы да осылай мешітке келіп алғашқыда қадам басап, жай-жайдан мұғалім сәні үйреніп, осылай дәрістерді алып, кейін ықыластанып, үлкен білім ордаларына барып, қазіргі таңда өздеріңіздің көз алдыларыңызда үлкен ұстаз болып отыр. Сол сияқты мінекей бүгінгі не үшін айтып жатырмын, бүгінгі өтіп жатқан дәрісімізде осыған байланысты. Жалпы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Хазіретіміз Наурызбай Қажы Тағанұлының жаңағы бұйрығымен хадис тану курстары әрбір мешіттің жанынан ашылсын деген болатын. Сол себепті осы жылдың басынан осы курсымызды қолға алдық. Енді ортада қасиетті Рамазан айы келіп, сәл кішкене дәрістерімізден үзіліп қалдық. Енді бұйырса, сәрсенбі күні, қазіргі таңда жаз, уақыт ұзақ, құптан намазының азанына жарты сағат қалған уақытта осылай бір хадистен айтып отырамыз. Енді әзірге жоспарымыз айттық екі нәрседен тұрады. Біріншісі теориялық, екіншісі іс жүзінде практикалық. Яғни бұған дейін біздің де хадис дәрістеріміз бірнеше рет болған. Ол жерде біз хадис деген не, оның түрі қандай, хадис қалай бөлінеді, қашан сахих болады, қашан дағиф болады, табақа деген не, сахаба деген не, табиғин деген не, хадистің қандай түрлері бар, ең көп хадис риуаят еткен имамдар олар кімдер, сахабалардан кім көп риуаят етті деген сынды мәселелердің барлығын біз талқылап тастаған болатынбыз. Бұйырса осы ihsan.kz сайтымыздан, YouTube арнамыздан осы дәрістерді көре аласыздар. Енді біз тұрақты түрде мінекей баршаңызға әйгілі имам Науауидің 40 хадис
және оған түсініктеме, яғни шарх дәрістерін өткізбекшіміз. Имам Науави білесіздер, негізі мазхаб тұрғысынан ол кісі шафиғи болып табылады, яғни мазхабы шафиғи. Осы жинақтаған 40 хадисіне біздің ғұлама ғалымдарымыз, мысалы Мулла Али Қаридің жазған ханафи мазхабы тұрғысынан қарастырған түсініктеме шархтар бар. Әл-Мубин, Әл-Муин, Лифахмил Арбаин. Осы кітап арқылы мен сіздерге осы 40 хадисті ханафи мазхабы бойынша қалай дұрыс түсінеміз деген мәселе бойынша дәрістерді тұрақты түрде өтетін боламыз. Енді имам Науавиді білесіздер, өте үлкен ғұлама ғалым, баршаңызға әйгілі. Қазіргі таңда ұстаздарымыз да осы тұрақты түрде дәріс беріп жатқан 3 кітабы бар. Бұл жаңағы біріншісі мінекей Әл-Уафи деп аталады, барлығын қамтыған, толық, егжей-тегжейлі деген мағынаны білдіреді. 40 хадисті жинақтап шыққан бірінші кітабы, ең танымал. Одан да басқа көп еңбектері бар. Екінші кітабы Риядус Солихин, ізгілер бақшасы немесе тақуалар бақшасы деген сынды әртүрлі аударып жүрміз. Ең көп оқылатын кітаптар. Үшінші жаңа Әл-Азкар, зікірлер деген Ерсін ұстазымыз да осы кітап бойынша қазіргі таңда тұрақты өзінің әлеуметтік желілерінде дәрістерін жүргізіп жатыр екен. Осындай өте құнды, сапалы, уақыт өте келе, ғасырлар өте келе өзінің құнын жоғалтпаған құнды еңбектердің орысша айтқанда авторы, жазушысы имам Науавидің мінекей бүгін 40 хадис дәрістерін бастап жатырмыз. Иншалла нәсіп қылса, осыларды жақсылап түсініп алсаңыздар, болашақта 40 хадис толық біткеннен кейін жамағаттар арасында дәрістер өткізетін боламыз. Әрбір хадиске айтылған, оның айтылу себептері, ғалымдар не деген, фиқи мәселелер, ақидалық мәселелер деген сияқты әрі қарай кете береді. Жақсы, олай болса 40 хадисіміздің алғашқысына тоқталайық. Әл-хадис әл-әуәл дейді. Яғни бірінші хадис иннамал аъмалу бинният. Амалдар ниетке байланысты. Ан амирил муъминина Аби Хафс Омар ибн ал-Хаттаб радияллаху анху қал дейді. Мүміндердің әміршісі Омар ибн Хаттаб былай деді дейді. Самияту Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам яқул. Мен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам, яғни Алла елшісінің былай деп айтқанын естідім. Иннамал аъмалу бинният. Расында амалдар ниетке байланысты. Ва иннама ликулли имриин ма нава. Әрбір ниет еткен адамға өзінің ниет еткен нәрсесі тиесілі. Фаман канат хижратуху илаллахи ва расулихи фа хижратуху илаллахи ва расулихи. Кімде кімнің хижреті, яғни көші. Бұлар әрбір сөзге қазір тоқталамыз. Кімде кімнің көші Алла және оның елшісі үшін болған болса, онда оның көші Алла және оның елшісі үшін. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Енді кімде кімнің көші, хижреті дүние үшін болса, сол дүние оған нәсіп болады. أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Немесе қандай да бір әйел үшін болса, үйлену мақсатын болса, сол әйелге қол жеткізеді, үйленеді. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Онда оның көші сол өзінің хижрет еткен, көш еткен ниетіне байланысты тиесілі дейді. Бұл хадис раваху имамул мухаддисин Абу Абдиллах Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн Мугира ибн Бардизба Аль-Бухари ва Абу Хусайн Муслим ибн Худжаш ибн Муслим Аль-Кушайри Ан-Найсабури радияллаху анхума фи сахихайхима аллазайни хума асахул кутуб аль-мусаннафади. Яғни өздеріңіз білетіндей, бұл хадис қасиетті Құран-ы Кәрімнен кейін ең көп оқылатын, сахих деп саналатын имам Бухари және имам Муслимнің сахихтар жинағы кітабында осы хадис келген екен. Ол баршаңызға белгілі. Бұл хадистің ерекшелігі неде? Бұл хадис атақты ғұлама ғалымдарымыз, егер мән беріп қарасаңыздар, көптеген кітап жазған кезде хадис жайлы болсын, ақида жайлы, фиқ жайлы, сауда саттық, кез келген бір маңызды кітапты бастаған кезде көптеген ғұлама ғалымдарымыз не істеген екен? Ең бірінші осы амалдар ниетке байланысты деген хадисті жазып кеткен екен. Не үшін дейді? Себебі осы кітапты оқиын деп отырған, немесе қандай да бір дәріске келіп отырған, немесе қандай да бір амалды бастайын деп жатқан адам не істеп алу үшін? Өзінің ниетін туралап алу үшін. Себебі ниет деген біздің шариғатымызда өте үлкен
яғни сізді не сауапқа, не күнәға жетелейтін амалдардың қатарынан болып саналады екен. Осы хадистің ерекшелігі 300-ден астам имам риуаят еткен екен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан 300-ден астам имам риуаят еткен екен. Бұл хадисті атақты баршаңыз білетіндей Ибн Масуд, Ибн Умар, Ибн Аббас, Ибн Зубайр, Анас ибн Малик, Абу Хурайра сынды көптеген ардақты сахабалар және де табиғиндар риуаят еткен екен. Біздің жаңағы фих мазхабындағы атақты ғұлама имам Шафиғи, Шафиғи мазхабының жаңа бастаушысы, бұл хадис туралы не деп айтқан? Фих мәселесінде 70 баптың құрамына кіреді деп айтқан. Кейбір ғұлама ғалымдар бұған түсініктеме берген кезде не деп айтқан? Нақты 70 емес, бәлкім көптігін білдіреді деген. Яғни кез келген осы ислами кітаптарды ашсаңыз, сол көптеген баптардың ішінен осы хадисті кездестіруге болады деп айтқан екен. Сондай-ақ имам Аш-Шафиғи рахимахулла не деп айтқан? Бұл хадис ядхулу фи хазал хадиси сулусул илм. Бұл хадистің маңыздылығы соншалықты, бұл ілімнің 3-тен 1 деп айтқан. Не үшін десеңіздер, лианна касбал абди би қалбихи ва лисанихи ва джаварихихи. Себебі адам баласының амалдары 3 нәрсемен ғана болады. Жүрегімен, тілімен және дене бітіммен. Ал адам баласының ниеті осы жүрекпен байланысты болған үшін не деп жатыр? Бұл хадис ілімнің 3-тен 1 болып саналады деген екен. Ал кейбір ғұлама ғалымдар, мысалы Абу Дауд секілді ғұлама ғалымдар не деп айтқан? Хазал хадису нисфул илм. Бұл ілімнің тіпті жартысы деп айтқан. Не үшін деген кезде жаңағы не дейді? Ниятул муъмини хойрун мин амалихи. Мүмін адамның ниеті амалына қарағанда жақсырақ, абзалырақ, қайырлырақ деп айтқаны үшін не деп айтқан? Бұл хадистің маңыздылығы соншалықты тіпті ілімнің жартысына кіреді деген екен. Себебі қараңыз, амал, егер ниетсіз амал дұрыс болмайды. Дұрыс па? Бірақ амалсыз ниет дұрыс болады. Яғни сіз бір нәрсе жасап жатсыз, мысалы намаз оқып жатсыз, немесе бір жақсылық жасап жатсыз, ниетіңіз түзу емес. Амал түзу емес. Ал сіз бір нәрсеге жақсылыққа ниет еттіңіз, бірақ амалыңыз жоқ. Мысалы мен қазір үйге барғаннан кейін Құран оқимын дедіңіз да, бірақ жалқаулық болды, басқа болды, әртүрлі себептермен Құран оқи алмай қалдыңыз. Бірақ ниет еттіңіз. Амалыңыз дұрыс болған жоқ, сіз Құранды оқыған жоқсыз, бірақ ниетіңіз жақсы болған үшін Алла тағала сіздің сол ниетіңізге не сауап жазады екен. Сол үшін Абу Дауд не деп жатыр? Бұл ілімдердің жартысы, өйткені мұсылман баласының амалына қарағанда ниеті жақсырақ деген екен. Сол үшін қашанда болса да үлкен амалдарға ниет етіңіз. Яғни мен ондай болу қайда демеңіз, мен қари болам деңіз. Күніне 2-3 аяттан тұрақты жаттаңыз. Мен ғұлама болам, ғалым болам деңіз. Күніне 1 хадистен, 2 хадистен жаттаңыз. Сіз ниет етсеңіз болды, Алла тағала сол нәрсеңізге қарай жеткізіп қояды екен. Енді хадиске тағы да анықтама берейік. Хадис не деп басталды? Мүміндердің әміршісі Омар ибн Хаттаб, Алла одан разы болсын, бізге жеткізді деді. Мүміндердің әміршісі деп ең бірінші ғұлама халифалардың арасында ең бірінші осы Омар радиаллаху анхуға айтылған екен. Омар радиаллаху анхудың заманында өзінің қасындағы сахабалары келіп, «Мә надаука, біз сені қалай атайық? Не деп шақырамыз?» деген кезде Омар радиаллаху анху оларға былай жауап берген екен. «Әнтум әл-муъминуна, сендер мүмінсіңдер. Ва ана амирукум, ал мен сендердің басшыларыңмын. Сол үшін изан әнта амирул муъмин, яғни сол үшін мені кім деп атаңдар? Мүміндердің әміршісі деп атаңдар. Деген үшін қасындағылары олай болса сен бүгіннен кейін мүміндердің әміршісі деп аталып кеткен екен. Абу Хафс Омар ибн Хаттаб, яғни білесіздер, араб түбегінде бір ерекшеліктері лақап атқа өте қатты мән береді.
Абу Хафс бұл жерде ма'наху әл-асад дейді. Яғни арыстанның атасы деген сияқты бір үлкен батыр мағына берген. Одан бөлек баршаңыз білетіндей Омар радиаллаху анхуды не деп айтады? Әл-Умар әл-Фаруқ. Не үшін? Лифурқонихи бейнәл хатаи ва сауаби. Яғни дұрыс нәрсе мен бұрыс нәрсенің ара жігін ажырата алғандығы үшін, дінге берік болғандығы үшін оған не деп айтқан? Жаңағы жақсылық пен жамандықты, қара мен ақты ажыратушы мағынасында Умар әл-Фаруқ деп атаған екен. Енді Омар радиаллаху анхуды баршаңыз тарихтан білесіздер. Ол кісі 63 жыл өмір сүрген. Ислам шариғаты келгеннен кейін 6 жылдан кейін ислам қабылдаған. Ислам қабылдаған оқиғасын баршаңыз білесіздер. Ең бірінші исламды Омар радиаллаху анхудың қарындасы мен күйеу баласы қабылдаған еді. Сөйтіп қарындасы мен күйеу баласының жаңағы ислам қабылдағанын біліп, қатты ашуланып, оларды ұрып соғуға бара жатқан кезде оны тоқтатып, жаңағы кейін үйіне келіп қарындасының ұрып соғып, содан кейін олардың қолында нені көрді? Құранды көрді. Құранның ішінде қай сүре? Тоха сүресі жазылған еді. Сөйтіп оған ғұсыл алу әмір етіліп, ғұсыл алып, кейін ашуын басып, Құранды көріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құзыретіне барып не істеген екен? Ислам шариғатын, ислам дінін қабылдаған екен. Енді әрі қарай кеттік. Не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқанын естідім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шын мәнінде амалдар ниетке байланысты. Иннамал а'малу бин ният. Жалпы бұл хадис, осы хадис келтіргенмен басқа мағынада да бірнеше мәрте келтірген. Мысалы, әл-умуру бимақосидиха дегенде хадис бар. Оның да мағынасы осы. Істер, яғни амалдар ниетке байланысты. Немесе осы хадис иннамал а'малу бин ния, яғни мына жерде бин ният деп көпше түрде келіп тұр ғой. Екінші риуаятта бин ния тек қана бір жекеше түрде келген. Немесе әл-а'малу бин ния, иннамасыз келгенде риуаяты бар. Әл-а'малу бин ния деп келген ғана бар. Немесе жекеше түрде әл-амалу бин ния, яғни бірнеше риуаятпен осы мағыналас хадис келген екен. Енді иннама деген не сөз? Иннама дегеніміз бұл араб тілінің жаңа айтылу ерекшелігі. Инна деген нәрсе бір нәрсенің маңыздылығын білдіру үшін не істейді екен? Айтылады екен. Яғни өзінен кейін келген сөздің өте маңыздылығын білдіру үшін не істейді? Айтылады екен. Иннамал а'малу бин ният. Амалдар ниетке байланысты. Енді бұл хадис дейді нисфул ислам, исламның жартысы. Бағана айтқанымыздай бүкіл мәселелерде ниет бізде өте маңызды. Сіздің ниетіңізге байланысты амалыңыз дұрыс немесе бұрыс болуы мүмкін. Себебі неге исламның жартысы дейді? Лианна динна имма зохирун, имма батинун, ва хуал амал, ва хуал ния дейді. Себебі адам баласының амалы екі нәрседен тұрады. Ішкі және де сыртқы нәрсе. Енді амал деген нәрсе бұл сіздің сыртқы көрінісіңіз. Ал ниет деген нәрсе бұл сіздің не? Ішкі нәрсеңіз болып табылады. Сол үшін қандай да бір адамға не істемеу керек екен? Ешқашанда үкім беруге асықпау керек екен. Себебі адам баласының ішінде не нәрсе жатыр? Оны бір Аллаға ғана аян екен, адам баласы біліп болмайды екен. Осылайша иннама деген не дедік? Өзінен кейінгі маңызды нәрсені білдіретіндігін айттық. Бин ния деген ниет сөзінің, ния сөзінің көпше түрі. Ол тілдік мағынада қаст, яғни мақсат деген мағынаны білдіреді екен. Иннамал а'малу бин ният ва ликулли имриин ма нава. Және де әрбір адам баласына ниет еткен нәрсесі тиесілі. Не үшін иннамал а'малу бин ният? Амалдар ниетке байланысты деді дағы, қайтадан ликулли имриин ма нава деп тағы да екінші мәтімен сол сөзді қайталап жатыр. Не үшін? Сол нәрсенің маңыздылығы үшін. Мысалы, адам баласы бір хабарды жеткізген кезде бір нәрсе маңызды болса, оны
бірнеше мәрте қайталап жеткізеді екен. Мысалы, мына жерде бір Құдай сақтасын жылан кетіп баратса, бір мәрте жылан демейсіз ғой, жылан, жылан деп айтасыз. Не үшін? Оның жаңағы назар аудар. Бұл өте маңызды нәрсе деген секілді хабар беру үшін екен. Сол үшін хадисте амалдар ниетке байланысты деп, артынан қайтадан ликулли имриин манава, әрбір адам баласы үшін не дейді? Роджулан кана ау имраатан, ер адам болса да, әйел адам болса да, барлығына байланысты екен. Фаман канат хижратуху илаллахи ва расулихи. Хижрет дегеніміз не? Хижрет дегеніміз тілдік мағынада тәрк, яғни қандай да бір нәрсені тастау, тәрк ету деген мағынаны білдіреді. Хижрет дегеніміз біз көбінесе еститініміз жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Меккеден Мединаға хижрет қылған естиміз, бірақ хижреттің шариғатта бірнеше мағынасы бар. Ол жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің сахабаларымен Меккеден Мединаға дейін де бір мәрте хижрет жасаған. Қашан? Яғни хабашиліктерге, эфиопиялықтарға барған кезі ол да хижрет болып саналады. Одан кейін жаңағы баршамыз білетін осы Меккеден Мединаға жаңа мұсылманшылықтар қысымшылық көргендіктен жасаған хижреті, ол да хижрет. Ол хижрет болып қойғаннан кейін Меккеде тұрған кейбір тұрғындар жаңағы ислам шариғатын қабылдап, пайғамбарымыздың хижретінен кейін тағы да хижрет жасағандар, олар да хижрет деп нестеді, жасаған болып есептеледі еді. Және де ең маңызды назар аударатын нәрсе, хижрет деген тілдік мағынада бір нәрсені тәрк ету дедік қой. Енді бұл жерде не деп жатыр? Хижрет деп тек қана жаңағы көш жасағандар емес, бәлкім Алла тағаланың разылығы үшін, пайғамбардың соңына ілесе отырып, қандай да бір күнәдан тыйылған адамды хижрет деп айтамыз. Мысалы, біреу Алла тағаланың разылығы үшін, мысалы, темекі тартуын қойса, немесе құмар ойындарға баруын қойса, немесе бір жалқаулығымен күрессе, өзіне бір кедергі келтіретін қандай да бір бойындағы жаман қасиетін тастайтын болса, сол адамды хижрет еткен адам, яғни мухажир деп атаймыз. Яғни Алла разылығы үшін күнәні тастаған болса, көш жасамайық та, ол адам не істейді екен? Мухажир болып саналады екен. Енді хадистің ар жағында не деп жатыр? Кімде кімнің хижреті Алла және оның елшісі үшін болса деген кезде, бұл жерде тағдырда риза деген сөз түсіп қалған. Яғни тікелей Алла және елшісі деген кезде Алланың разылығы үшін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға ілесе отырып, пайғамбарымыздың разылығы үшін мақсат ете отырып бір нәрсені тастаған болса, әлбетте ол адамға не хижрет жасаған болып есептеледі дедік. Енді бұның айтылу себебі дейді. Қараңыз, хадистің айтылу себебін білу, бұл жаңағы аяттардың түсу себебін білумен бірдей тең. Бұл да өте маңызды. Не үшін? Ол нәрседен дұрыс үкім шығару үшін екен. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде, жаңа хижрет болатын кезде, бір сахаба не істеді? Умму Қайс деп аталатын бір әйел адамға жаңағы сөз салып некелесуге барды, ұнатты. Сол кезде Умму Қайс оған не істеді? Сен менімен хижрет етсең қана, менімен бірге Мединаға көш жасаған кезде ғана мен саған тұрмысқа шығам деп не істеді? Шарт қойды. Сонда жаңағы сахаба Алланың және пайғамбарының саллаллаху алейхи вассалам разылығы үшін емес, бәлкім жаңағы Умму Қайсқа үйлену үшін Меккеден Мединаға көш, яғни хижрет жасаған екен. Сол үшін ол адамды мухаджиру Умми Қайс, Умму Қайстың мухаджирі деп кейін ардақты сахабалары аталып кеткен екен. Енді бұл хадистен жалпы не нәрсені түсінеміз? Мына жерде бір қызықты дерек беріпті. Тіпті не дейді? Кейбір адамдар үйлену үшін ғана емес, мысалы басқа да бір шариғи емес, жаман ниетпен, бір түзу емес ниетпен бір қандай да бір шариғи амал жасайтын болса, біз оны не деп айтатын едік дейді? Жаңағы Умму Қайсқа еріп хижрет жасаған адамның сауабы саған тиесілі болады деп кейде әзілдеп өзара айтатын едік дейді. Яғни ниетіңді түзеп ал деген мағынада ғой. Енді ниет туралы мына жерде фиқи үкімдерді беріпті. Жалпы ислам шариғатында ниеттің қандай да бір амалдың дұрыс болу үшін
шарт екеніне ғұлама ғалымдар бір ауыздан естіген, келіскен екен. Бірақ мына Ханафи мазхабының басқа мазхабтардан ерекшелігі, біз ғибадаттың өзінде ниет шарт дейміз да, бірақ сол ғибадатқа жеткізетін амалдарда ниет шарт емес, тек қана оның толықтығы, кемелдігі үшін ғана деп айтады екеміз. Мысалға, намаз оқу үшін ниет шарт, қажылық үшін ниет шарт, ораза үшін ниет шарт. Енді қараңыз, бұл ғибадаттың өзі. Жалпы фихи мәселеде түсінетініміз мынау. Қысқа нұсқа айтатын болсақ, біліп алыңыздар, ниеттің орны бұл жүрек. Тілмен айту мұстахаб, жақсы амал. Бірақ негізгі орны жүрек. Бағана айтқанымыздай, негізгі үлкен құлшылықтар үшін ниет Ханафи мазхабында шарт. Дәрет, намаз, қажылық деген секілді, ораза секілді. Бірақ осыған жеткізетін амалдар бар ғой. Мысалы, жаңағы әурет жерді жабу, жүзін құбылаға бұру, немесе дәрет алу. Ол дәрет алу, Алла тағала намаз оқысаңдар, сол кезде дәрет алыңдар деген. Дәреттің өзі жеке парыз болып, яғни ғибадат болып не істемейді, саналмайды. Тек қана намазға дайындалып жатқан кезіңізде ниетің үшін сауап берілуі мүмкін. Жеке өзі намаз секілді арнайы істемеген үшін күнәға бататын ол құлшылық емес. Сол үшін құлшылыққа жеткізетін арасындағы жаңағы құралдарда ниет Ханафи мазхабында шарт емес. Мысалы, дәрет алған кезде қандай не деп айтамыз? Парыз төртеу, дұрыс па? Жүзіңізді жуасыз, қолыңызды мәсі тартасыз, аяқ. Бұл жерде не жоқ? Ниет жоқ. Сол үшін сіз ниет етпей ғұсыл алатын болсаңыз, өзен көлге түсетін болсаңыз, ниет етпейді осы төрт ағзаңызды жуатын болсаңыз, сіздің дәретіңіз дұрыс болып санала береді. Ол нәрсемен не істейсіз? Намаз оқи бересіз, құлшылық қыла бересіз. Біздің мазхабымызда. Басқа мазхабтарда ниет етпесе, нелері жаңағы дәрет ғұсылдары саналмайды екен. Жалпы бұл хадистен түсінетініміз негізгі үш мәселе. Алла тағала адам баласының ниеті дұрыс болмай, оның құлшылығын қабыл етпейді. Бірінші түсінетініміз. Екінші түсінетініміз, адам баласының ниетіне қарай Алла тағала адам баласының сауабын арттырады, не кемітеді. Үшінші түсінетініміз, кез келген амал не істейді екен? Ниетпен болады екен. Ниеттің, мысалы, жаман түрде болуы мүмкін. Жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан хадис бар, білесіздер. Екі мұсылман қылышымен жүздесіп қалатын болса, дейді, яғни бір-бірімен жаңағы бірін-бірін өлтіру ниетінде ғой. Фәл-қотилу вәл-мақтулу финнар. Өлтіруші де, өлтірілген де, екеуі де тозақта, дейді. Сонда жаңағы ардақты сахабалар не деп сұрады? Қотил өлтіруші түсінікті. Енді өлген адамның қандай кінәсі бар деген кезде, оның да ниетінде оны өлтіру деген ниет болған, дейді. Көрінсе, мынау оны өлтірмесе, ол мынаны өлтіретін еді. Сол үшін ниет кейде сіздің дұрыс болмаса, күнәға да апару ықтималдылығы бар екен. Сол себепті, иншалла, ниетті түзу, Алла тағаланы көздеген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне еруді көздеген, оның жаңағы жолмен жүрген ардақты сахабаларының әдіс тәсілімен көрсетіп кеткен жолымен жүруді көздеген Алла тағаланың сүйікті құлы болуды баршаңызға нәсіп еткен болсын.